Сәлем, жүрегі жұмсақ, мейірімге толы көрермен. Бүгін сізге ананың махаббаты мен қыздың ізгілігі жайлы ерекше ертегі айтып берем. Тыңдап көріңіз, жүрегіңіз жібіп сала береді. Ана жүрегі мейірімнің мекені. Баяғыда бір ауылда Айша есімді ақылды да инабатты қыз өмір сүріпті. Айшаның анасы Зейнеп елге сыйлы, сабырлы, мейірім мен ақылы бір төбе әйел екен. Ана мен қыздың арасы ерекше жақын болыпты. Зейнеп апа қызын кішкентайынан адалдыққа, сабырлыққа, шүкіршілікке баулып өсіріпті. Қызым шын жүректен айтқан жылы сөз, садақа. Қолымнан келсе көмектес, келмесе кедергі болма деп үнемі айтып отырады екен. Айшаның ерекше бір қасиеті, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білуі. Ол ауылдағы қариялардың ауыр сөмкесін көтерісіп, балалармен ойнап, көршісіне су апарып, жанашырлықпен өмір сүріпті. Бір күні ауылға алыс қаладан танымал бай кәсіпкер келіп, бір көмекші іздеп жүргенін хабарлайды. Жастар түгелдей жиналып, өздерін мақтап, жарыса сөйлейді. Бірақ Айша үнсіз ғана анасының жанында тұрыпты. Кәсіпкер Айшадан: "Қызым, сен неге сөйлемейсің? Сенің қандай қасиетің бар?" деп сұрайды. Айшаның анасы жауап бермей, жай ғана күлімсіреп қызына қарады. Айша тыныштықпен: "Мен ешкімге зиян тигізбеймін. Мен анамнан үйренгенім адал болу, амандасу, кешіре білу, көмектесу. Басқасын Алла өзі береді" дейді. Оны көрген кәсіпкер таңғалып: "Нағыз адамдық қасиет үнсіз көрінеді екен. Міне, осындай адам маған керек" деп Айшаны өз ісіне серіктес етіп таңдайды. Содан бастап Айша үлкен өмірге аяқ басып, өз анасының үйреткен жолын жалғастырып, көп адамға көмектесетін қайырымды кәсіпкерге айналыпты. Анасы Зейнеп апа қызын көріп: "Қызым, менің жалғасым, сабыр мен мейірімді көрген көзім" деп көзінен қуаныш жасын сығып алыпты. Міне, достар, бұл ертегі бір ананың тәрбиесі мен бүкіл ауылға жақсылық жасаған қыз жайлы. Егер осы ертегі сіздің жүрегіңізге тисе, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар. Келесі ертегілерде жолығайық.